Балаңыз мектепке бармаса да, тақылдап, тақпақ жаттап, сайрап, сөйлеп тұрғанын қалайсыз ба? Көп ата-ана дәл осыны армандайды, бірақ неден бастау керектігін білмейді. Қысым баланы жабады, ал мәжбүрлеу қызығушылығын өшіреді. Шын мәнінде әр бала талантты. Тек оны дұрыс әдісті қолдану арқылы қаша білу керек. Қинамай жүрегіне жол табу керек. Егер сіздің балаңыз сөзді анық айта алмаса, тақпақты тез ұмытып қалса, сөздік қоры мүлдем аз болса, бұл қабілеті жоқ деген сөз емес. Бұл тек дұрыс әдіс таңдамадыңыз деген сөз. Қызықты ойын арқылы үйрету тәсілдерін, қысымсыз нәтижелі әдістерді көрсетемін. Сонда балаңыз қызығып жаттайды, сенімді сөйлейді. Кез келген ортада өзін еркін ұстайтын болады. Менің бұл ұсынысым сізді қызықтырса, төменге курс сөзін жазыңыз.